Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде ғаламтор және әлеуметтік желілер Қазақстандағы ұлттар достастығы бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаттары: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу. Бағалау критерийлері: мәтіндерге тілдік, стильдік салыстырмалы талдау жасайды. Эсседе өз көзқарасын жазады. Бірінші тапсырма. Сіздерге екі түрлі мәтін беріліп отыр. Осы мәтіндерді салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын, стилін табасыздар. А мәтіні: Еуразия құрлығының дәл жүрегіндегі шетсіз, шексіз далада, биік таулар мен мыңжылдық көлдер аралығында, көшпенділер ортасында өзіндік ерекшелігі бар. Табиғатты қадір тұтатын айрықша мәдениет өмірге келді. Ол моңғол және түрік халықтары мәдениетінің қосындысынан пайда болып, кейінірек ислам және парсылық дүниетаным әсерімен байи түсті. Ол кезде әлі Қазақстан мемлекеті болмаған еді. Алайда сол заманның өзінде көп ғасырлық ортақ мәдениет қалыптаса бастады. Еркін деген ұғымды білдіретін қазақ атауының өзі кейінірек пайда болды. 14-15 ғасырларда. Білім жөнінен артық, басқа өздері сияқтылар арасында осынау мәдениеттің алатын орнын анықтауға деген айрықша құштарлықтан, қандай да болсын бір тұтас, ділі де, тілі де бір, түркітілдес, мекендеген жерлері ұқсас дала тайпаларының бірлестігін құру қажеттілігі пайда болды. Осылайша, мемлекеттің пайда болуына алдына ала жол ашқан, көшпенділердің кеңістік пен уақыт жөніндегі үнемі қозғалыс жағдайындағы күрделі таным білімі және рухани ұғымдарына негізделген еркін мәдениет туды. Кейінірек осынау жоғары дамыған, көп құрылымды мәдениет жаңа білімдермен және отырықшы өмірге тән қағидалармен байи түсті. Оның құрамында тек далалық, көшпенді этностардың өкілдері ғана пайда болған жоқ. Қазіргі кезде мәдениет түп нұсқалық қазақ мәдениеті, дәстүрлер, салт жоралғылар, тіл және тағы басқа сақталған. Және бүгін біздің елде тұрып жатқан көптеген 330-дан астам этностың ерекшеліктерін сіңірген қазақстандық мәдениет боп дамуда. Бүгінгі Қазақстан мәдениеті қазақстандық халықтың тұрмыс салттары мен әр алуан рухани және материалдық формада айқын байқалатын эстетикалық құндылықтарының кешені. Мәдениет табиғи күшіне сәйкес өзінің шығармашылық қуатын дамытып және байытып, әлемдік ұлттық мәдениеттер отбасында алатын дара орнымен қамтамасыз етеді. Мәтіні: 2016 жылдың 20 наурызында көшпенділермен байланыстар атты халықаралық көрме байқауы өткізіледі. Байқаудың басты мақсаты адами әлемді ұйымдастыру жолы ретінде дәстүрлі мәдениетті көрсету, көшпенділер мәдениетін әлемдік деңгейде кеңінен насихаттау. Байқаудың басты номинациялары: ең үздік сәндік қолданбалы өнер туындылары, ең үздік қол өнер туындысы. Ұйымдастырушы Кәусар мәдени-танымдық бірлестігі, өтетін орны Астана қаласы, Қазақстан Республикасының ұлттық музейі. Басталуы сағат 10:00-де. Келемін деушілерге есік ашық. Байқау талаптары бойынша толық ақпаратты төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласу арқылы алуға болады. Сіздер осы екі мәтінмен, яғни А және Ә мәтіндерімен танысқаннан кейін өздеріңіз көріп отырған сызбаны толтыруларыңыз қажет. Яғни екі мәтіннің тілдік ерекшелігі, ұқсастығы, стильдік ерекшелігі және айырмашылықтарын жазуларыңыз
қажет. Екінші тапсырма бойынша ғаламтор және мен деген тақырыпта эссе жазасыздар. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалауды жазу барысында тапсырмалар бойынша міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша тілдік ерекшелігін анықтағандарыңызға 1 ұпай, ұқсастығын жазғандарыңызға 1 ұпай, стильдік ерекшелігін анықтағандарыңызға 1 ұпай, айырмашылықтарын анықтай алғандарыңызға 1 ұпай беріледі. Екінші тапсырма бойынша өз көзқарастарыңызды айқындап жаза алғандарыңызға 1 ұпай, яғни эссе жазу барысында. Эссе құрылымын сақтағандарыңызға 1 ұпай, тілдің эстетикалық көркемдігін сақтағандарыңызға 1 ұпай, ойларыңызды әсерлі жеткізе алғандарыңызға 1 ұпай, сөз көлемін сақтағандарыңызға 1 ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 9. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.